адамсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздер менің Қазақ Орда каналы. Видеоны бастырмай жатып сіздердің тек қолдау күтеміз. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, тек достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Қолдаудан шаршамаңыздар достар. Және де бүгін сіздерге бүгін составымызда FIFA Mobile'дан өзгертетін боламыз жаңа ойыншылар. Енді сіздерге бір осы ойнап жүрген жандар оверлеріңіз жазып кетіңіздер, рейтингтеріңіз қандай, төменгі ойыншы қандай рейтингте болып жатсыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Енді менімен бірдей деп ойлаймын. Енді бездана ойнап жүрген жандар көп шығар. Ең жоғарылары болса жаза беріңіздер достар, өздеріңіздің рейтингтеріңізді. Бізде бүгін жаңа ойыншыларды қосатын боламын. Және өздеріңіз көріп тұрсыздар, бүгін Лионел Мессиді алдында алдым, және оны әлі қойған жоқпын. Оны бір видео қылып шығарайын деген ой болды. Бүгін бізде енді қазір өзімнің рейтингім 115-тен жоғары көтеретін боламыз. 118 болсын, 116 болсын, бұйырғаны. Және қазір көтереміз. Бірінші бізде Лионел Мессиді ауыстырайық. Бұл ойыншының енді сол аяқты ойыншы ғой, енді сол аяққа мош болғандықтан Холландта сол аяқ, бірақ енді Холланд оған қаймен ойнай берсін, сол аяққа енді Мессидікіне жете алмайды. Енді қазір біз көтеретін бұл жерде усиление навыктарды көтереміз. Қазір бірінші біз жаңа ойыншыларды қойып алайық. Мына жерде менде центральный ЦП позициясында Гулитті қойайын деп отырмын. Мына жерде Эррера бар, бірақ сығырыныз келмей қалып тұр. Гулитті қоямыз 99, және де бірден 114-ке түсіп кетті. Бұл жерде сығырыныз келмей жатыр екен. Мына жерде Эшли Янгты алдында түсіріп алған едім 99-дан. Бірден көтерілді, сығырыныз көтерілді. Енді қазір ойыншылардың несін усиление навыкасын көтеретін боламыз. Бұл жерде бізде Мессидік бар еді, удары деген жоқ. Бұл емес екен, завершение атаки. Мессидікін көтеретін боламыз. Енді кейбір жандар жазып Месси енді ойна алмайды ғой деген сияқты. Бірақ енді Холланд бар, екеуінің ойынын көретін боламыз. Қазір қалай ташит еткен Мессиге көп момент беруге тырысатын болам. Енді өзінің қанша жылғы FIFA-да болсын, осы Месси әйтеуір жұлдыздардың бірі ғой. Әйтеуір осы жылы 103-ші рейтингті берген екен. Енді неге алмасқа дейін де алдық осы ойыншының алдында. Криштиану Роналдоны күткен едік, бірақ білмеймін, осы аптада шығуы мүмкін дейді. Может шығып жатса, оны да алып екеуін бірге ойнатармыз. Оған енді мүмкіндік берсе жақсы бізге FIFA. Және де көтеріп болды, 14-ші уровеньге шейін көтердік. Және бұл жерде кімдер бар? Игра рукай навысты көтерім деп тұрған жоқ. Бұл жерде ауыстыру керек ойыншыларды. Мына жерде енді Эшли Янгтың усиление навыкасын көтереміз. Және Владимир Меч Санчо мен Рибери бар екен. Екі ойыншы 600 мың монет уже 3 миллионда кетіп қалды уже бірден. Игра рукой көтере берек, жақсы. Жаңа ойыншылар тауып жатсақ қоя қоямыз. Бізде 115 болды бірден. Енді Мессидің несін тромкаларын береміз. Қазір Лукакуда жүрген жіберетін боламыз Лионел Мессиге. 10-шы уровеньдікі. Енді қазір 105 болады да, қателеспесем. 105-ші уровеньге көтерілді уже. Өте керемет. 103-тен 115. Енді 115 әлі тұр екен. Көлейдікі. Бұл жерде Сетторов бар бізде. Сетторовты қараймыз қазір. Бұлда да 10. Қазір бұған Көлейдікін беретін боламыз. Көлейдіке береміз. Бұған күн жаңа ойыншы 100. Бізде енді 7 мыңдай жинақ қойыпты. Көп бере ойыншылар ала бермейміз. Жаңа ойыншыларды. Сондықтан да көп не істемейміз. Бұл жерде 116 болды уже. Енді Аспиликуетта қайда? Аспиликуеттаны кім берек? 199 бұныкі. Және Эшли Янг бізде қателеспесем 101 болу керек. Эшли Янг 99-дан уже 101-ші рейтинг. Өте керемет мынаудай. 116-да тұр екен. Енді жаңа ойыншыларды кім берек? Тағы да Мессиге жаңа 106 қаламыз ба деп отырмын. Бірден көтеріп тек.
барлық ойыншыларды беріп тастайын. Бұл жерде жиналып қалған екен ойыншылар. Бұл ойыншылардың бәрін беріп тастайық. Мынау да кетсін, және де Левандовский бар екен тоже. Болды, 1.300.000-ге шыққан екен. Уже 106 болады қазір. Тағы көтеретін нәрсе бар тренировкасында. Характеристика бір неден көтеріледі. Жақсы. Және 200 монета. Уже менде 16 миллион монета болған еді. Бірден енді 11 мың монета қалды. Мессидікін көтердік 106-ға. Персейін тағы көтеретін боламыз. 116 бірақ ретен көтеріптік. Бланк бар, мына жерде Маркус Алонсо бар. Оларға енді әзірге құртқым келіп тұрған жоқ. Енді біздерді мына жерде Месси және Гулит, Эшли Янгты ауыстырдық ойыншыларды. Бұлардың бәрін безданат алдық, және де ойындарын көретін боламыз. Қалай ойналады екен бұл ойыншылар. Высотака енді Мессидікін көргім келіп отыр. Бұл жерде Гулиттік болмасын, Гулитті де қазір жандарда бар деп ойлаймын. Месси де енді көп алмаған сияқты өкінішке орай. Рыноктағы бағасы да өте түскен жоқ, түседі деп ойлап едім мен 10 шақты миллионға. Бірақ әлі сол 25 миллионда тұр екен. Бізде шанс аздау жеңуге қарсыласымызды. Бірақ енді бұл жерде көреміз қазір. Мессидің ойынын көргім келіп отыр. Қалай? Сол ақаймен қалай? Оң ақайға да түсіп кетіп жатады шабуылшылар. Бірақ сонда да көрейік. Бұйырғаны болар. Бұл жерде ойыншылардың Холландтың асау сарымды бір көріп жіберейін. Мессиді әлі көрмей жатырмыз. Бұл жерде Месси кішкене өзгерткен сияқты ғой. Жаңа кішкене ірілеу келген бе уже. Месси сол ақай емес, оң ақаймен жасап жатыр шабуылдар. Момент жібермей жатыр. Уже бір Гулит деген еңгезерде екен, действительно. Холландта соқты, міне 3-ші гол. Қарсыласымызбен бірдей. Рибери көрініп жатыр бұл жерде. Мессидің финті Радуга екен. Сол ақаймен бір көрейік. Мына жерде қорғаушыға тиіп кетті бірден. Мына жерде оң ақаймен жасасақ қиын болады жары уже. Оң ақай ыңғайсыз көрдіңіздер ме? Әзер теуіп тұр. Сол ақаймен тек момент жібермейді ғой. Любой гол болады бұл жерде, әйтеуір жақсысы Мессидің. Оң ақай жақта жүр екен. Міне тағы да кіреміз өзінің әдеттегідей. Мынау деген енді момент қой. Гулит көтерді. Пас бұл жерде Рибери. Гулит енді баспен жақсы ойнайтын ортаңғы пұл жешетін ойыншылар ғой. Холландқа өтпей алды басымыз. Мессиді көрмей жатыр әлі. Бір 2-3 гол соқты да. Мына момент келмейді ғой бұл жерде Мессиге. Гулитке пас. Бұл жерде Рибери гол соқты ақыр. Осылай достар, жеңіп қалды өкінішке орай. Мессидің несі ұнады. Өкінбеймін. Енді өздеріңізде алай Месси бар ма? Комментария жазып кетіңіздер. Жақсы ойыншы, енді характеристикасы онсызды оншағылып бермейді ғой. Енді FIFA-да ақымақ емес. Мұндай ойыншыларға енді төменгі рейтинг беретін болса өте шамалы FIFA-ның десекті болады. Осылай мен составым обзор. Бір жағынан қолдау көрсетіңіздер, арна тіркеліңіздер, қолдаудан аямаңыздар достар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар достар.